Бәріне сәлем достар, мен Темірлан. Короче, мен деген бүгін өзім жалғыз тауға кетіп қалдым. 24 сағат өзім жалғыз тауда түсірейін деп тұрмын. Бүгін деген өте қызық болады. Жыртқыш аңдарды аулап жеу, балық аулау дегендер болмайды, бірақ та өте қызықты видео шығаруға тырысатын боламын. Короче, мен осындай Медеу деген жаққа келдім. Дала деген мына жерде салқын екен. Короче, қазір мен үйден сіріңке анау алуға ұмытып кеттім. Мына жерде бір магазин тауып алдым да. Сол жаққа кіріп қазір сіріңке алып алайын деп тұрмын. И содан кейін ары қаратай тауға баратын боламын. Өзіммен бірге, короче, бір су алдым, палаткамды алдым. Енді прям шлей выживание болмайды. Өзім жалғыз қондым деген өзі де өте қызықты деп ойлаймын мен. Сосын, короче, сумкамда бір-екі киім анау плед алып алдым. Қазір мен барып мынаның ішіне кіріп сіріңке алып алайын. Басына білмеймін, пока қалай шығамын. Өте қатты шаршап тұрмын, короче, уже. Мен сумкаларым өте ауыр болып тұр. Плюс добавок ана жақтан мынандай гроза келе жатыр бізге қарай. Короче, енді барлығы нормально өтеді деп ойлаймын. Ана жақта, короче, мынандай не ғой, шалаш сияқты жабылып тұр жан жағы. Сонысы маған плюс болып тұр. И, короче, соның ішіне отырып аламын да. И барлығы нормально болады деп ойлаймын. Шаршап кеттім. Кішкене тұнбатайын деп жатыр, бірақ мен сонда да қорықпай жеңілмей келе жатырмын. Енді нормально өтеді деп ойлаймын. Барлығы мен мына жақта уже бір рет қонғам достарыммен бірге. Бірақ та осы жолы менің достарым кидать етіп кетті. Кім екендеріңді біліп тұрсыңдар. Барама деп ойлап едім, бірақ та ешқайсысы да баруға желание болмады. Сол үшін мен сендерге контент түсіру үшін өзім-ақ кетіп қалайын дедім да, короче, кетіп қалдым. И осы подвигімді оценить етіп, пожалуйста, лайктарыңды басып кетуге ұмытпаңдар. Және инстаграмым описаниеда болады. Мына қараңдар, қандай жолмен и қандай нелермен шығып келе жатырмын. Короче, міне не жаққа кіріп келе жатырмын, қонатын жерге. Жолды былай помню енді. Фу, блядь. Короче, мына жерде уже тропинка барлығы жасалған. Короче, бұл жерде андай заброшенный не бар, церковь бар, короче, қасында. Солда қорқыныш кішкене. Орыс аталар бізге теспейді деген ойдамын. Мына жер өте тайғанақ екен. Короче, бір тропинкамен келе жатырмын, енді жолды нормально тура келе жатырмын деп ойлаймын. Мына қараңдар мына видті. Өте опасно. Және де бетпақ дала болып жатыр мына жер деген. Короче, мен әйтеуір дегенде жеттім мынаған. Міне, короче, мынандай зат. Бұл жер білмеймін, охранниктардың будкасы ма, примерно сондай бір нәрсеге ұқсайды. Осының ішінде мен бір күн түнейтін боламын 24 сағат. Қазір ішім көрсетем. Шөлдеп кеттім мен. Еще тайғанақ батпақ, короче. Мына мен сумкам, палатка. И, короче, осындай жер. Осы жерге қазір палаткамды жаямын да. И осындай видпен мен деген ұйықтайтын боламын. Мына жерде білмеймін, қай жерде костер алма жағуға болады. Если түнде жаурап атсам, костер жағатын боламын, короче. Короче, бір нәрседен ғана қорқып тұрмын, вдруг мына жерде бір маньяк бір нәрселер жүреді да, и мен теломды мына жақта спокойно өлтіріп кете алады да, и бір жерге көме салады. Содан қорқып тұрмын. Бірақ та мен тренировкаға барып жүрмін. Так что көкелеріңмен ойнамаңдар тренировкаға барып жүрген кезде. Сол мені спасать етіп тұр енді. Пышақ ештеңе жоқ, өкінішке орай. Короче, маған түн батпай тұрып қазір палатканы жайып алу керек болып тұр. И бізде уже жамыр ақындап басталып келе жатыр. Ана жерде найзағай да ұрып жатыр. И, короче, камераны қазір мына жерге алып қояйын. Құлап кетпейді деп ойлаймын енді. Палатка, короче, вроде осылай тұрады. Іші мынандай. Но, короче, рыболовный палатка ма, сондай бір нәрсе ғой. Асты ашылады. Пока енді қорқып тұрған жоқпын, пока бәрі нормально болып тұр. Күн жарық, жаңбыр жауып бастады. Енді найзағай кеп мынаның төбесіне гүмп еткізбесе, а так бәрі нормально. Қазір, короче, тамақ ішіп алайын деп тұрмын, енді кішкене қаным ашып тұр. Жаңа қағанатта ерса екенбіз, короче. Ерса маған андай чай берген. Бірақ оны қай жерде кипятить етемін білмеймін. Короче, менің өзімнің барлық алған заттарымды көрсетіп кетейін. Ал, короче, мынандай твистер алдым, донер сияқты. Сосын зонтик, дождевик, мынандай скумбрия ма, балық, короче, мынамен жеуге болады. Сосын шемішке, сосын тағы да твистер, сосын су,
сосын плед, сосын сумка, сосын палатка. В общем, жағдайым осындай. Мынаның асты қап-қатты, короче, жұп-жұқа да, астында ағаш. Бірақ та енді нормально өтеді деп ойлаймын. Түнде мені ешкім заметить етіп. Жақсысы, короче, мынаның үстіне ешқандай аңдар шыға алмайды, аңдар бар болса. А так аңдар жоқ деп ойлаймын негізі мына жерде. Ең главное сеть ұстайды. Короче, қазір көктем болған соң мына жерде нелер көп та, клещтер көп та. И солардан мен қатты қорқамын. This is all you wanna hear. Мына жерде біреу жазып кеткен. Мы тут ебались. Бірде бір қыз да барған жоқ, мен алып кетейін десем. Түсіндім, короче, өмірде өзіңе сенбесең, ешкімге сенуге болмайды. Осындай фигня болып жатыр, короче. Жатырмын палатканың ішінде, қорқыныш бола бастады кішкене. Бір рет өмір сүреміз дегендей. Короче, қазір мынандай консерваны ашатын боламын. Блять. Короче, қазір деген нанмен мынандай балық жейтін боламыз. Бұл мен алуға тура келді. Болды қазір арықта ештеңе істемеймін, пока жата тұрам. Бір қызықтар болып жатса түсірем. Короче, мен палаткада жатырмын. И бір странный дауыстар шығып жатыр мына жақта. Білмеймін, бір түрлі мынандай тут деп бір. Білмеймін, құстар издавать ете ала ма ондай звукты. Аю издавать ете ма. Фиг его знает, короче. Кто здесь? Алло? Көтіңді айрам, мілі? Короче, қызы. Бұлай фонарь жақсам ешкімді көріп тұрған. Енді мына жақта адамдар көп жүреді ғой, негізі бұлай ана жақта церковь бар дегендей. Церковьға барады бір адамдар. Астымнан шығып жатыр ма, фиг его знает, короче. Бірақ астыда қарасам ешкім жоқ. Айғайласам ешкім жауап бермейді. Қазір енді бір нәрсе болып жатса айтам сендерге. Пока что саат, короче, 21:32 болып тұр. Бисмилля деп енді түнімізді жақсы өткізейік. Барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Надеюсь, енді құс деп ойлап тұрмын. Қазір бір звук сондай болып жатса, естіртем сендерге. В общем, короче, мен палаткада отырмын. Үстіме кішкене жылырақ киім киіп алдым, өйткені суық болып кетті. Сағат деген 12:16 болды. Мен қазір енді кішкене ұйықтап көрейін деп тұрмын. Ұйықтай алмайым ба білмеймін. Ат жақтағы звуктарға қатты мән беріп жатырмын. Короче, мен деген қазір сиіп алуға далаға қаратай шықтым. Пока тишина болып жатыр, сағат деген 2-3 болып қалды. Қазір 4-5-ке таман уже күн шығады деген ойдам. На самом деле, достар, өте сыкотно. Жалғыз өздерің бір жақта ночевать етуге совет бермеймін. Өте қорқынышты. Астына қарап қоямыз бүйтіп, ешкім жоқ па деп. Бүйтіп, ешкім жүрген жоқ па деп қарап қоямыз. Если что, менде мынандай план болған. Мен мына жерге сидім, кешірім сұрайым. Мына жерде Чинаның несі тұр ғой? Подписи. Чина 27 дейді. Кайф. Біз өйткені келгенбіз мына жерге уже. Короче, мына жерден біреу келетін болса, мен мына жақтан тебем ғой, короче. Біреу мініп келе жатса дегендей. Мына жақтан тебем, құлайды, сөйтіп мен деген ана ұтып кетемін дегесі. Енді, короче, дала осындай отыр, машиналар кішкене жүріп жатыр. Сендерге бірақ нифига көрініп тұрған жоқ деп ойлаймын. Так бізге ана жақты қарап келу керек. Ешкім жоқ па деп. Вроде тишина. В общем, палатқа кіріп мен до конца ұйықтаймын ғой деймін. Басқа не істеймін енді. Мына жаққа баруға қорқып тұрмын. Чисто
Короче, чисто палаткада жататын сияқты момент примерно. Мына жақта жүруге сыкытно, капец. Енді кішкене күн шыққан кезде жүретін боламыз. Если сендер 2000 лайк жинасаңдар, короче, біз деген қыздармен бірге, балалармен бірге осындай походқа аттанатын боламыз. Осылай ұйықтап, короче. Если қызық болса, давайте 2000 лайк жинап тастайық. Короче, түн өте жаман өтті, өте суық болды. Бірақ мен выжить еттім, короче, күн шықты, қазір түрім жаман. Өліп тұрған шығар тура. Но мен, короче, осы челленджді орындадым. Барлығы керемет, барлығы нормально. Қазір үйге барып тез-тез жылы төсекке жатқым кеп тұр, жуынғым кеп тұр. Қазір палаткада отырмын, автобус жүргенін күтіп. Түнде өте қорқынышты болып, кейде дауыстар шығып, анау-мынау. А так қалғаны бәрі нормально. Еще суық, палатканың асты тақтайда. И хорошо, бірақ та жерде жатпадым да, жерде жатсам одан да суық болар еді. Бірақ наяқтан астынан суық ұрады да, и капец суық болды сол. Короче, мен далаға шықтым, күн шығып тұр, сағат таңғы 6-7. Және де мынандай вид, короче, өте керемет. Ана жақта қала, тау, анау мен жатқан будка. Мына жақта бір тряпка ма, бір нәрсе тұр. Соны көрейінші деп келгенмін ғой мына жаққа. Мөше екен. Кене жабысы болмаса болды, блин, үйге барып денемізді тексеріп сөйту керек. Кене деген жаман. Мен қазір үйге қайтам, болды, автобустар жүріп бастады. Бәрі нормально өтті, көргендеріңе рахмет. Лайктарыңды басып, мені қолдап кеттіңдер енді. Сіздермен болған мен Темірлан. Сау болыңдар.